Сәлем достар, бүгінгі видеода пиццаның үй жағдайында соусын қалай дайындауға болатынын үйрететін боламын. Ең бірінші менің каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ал енді пиццамыздың соусын дайындауға кірісеміз. Қамырының рецептісі менде каналымда бар, сол жерден таба аласыздар. Ал енді соусқа кірісеміз. Қызанағымызды алып, пышақтың көмегімен осылай тіліп аламыз да, таза ыдысқа салып, қайнаған су құйып, бетін жауып 15-20 минутқа қойып қоямыз. Оған дейін салмаңызды дайындай беріңіз. Келесі кезекте сарымсақ пен пиязымызды алып, тазалап аламыз, тураймыз және де сұйық майға салып, қызартып, қуырып аламыз да, суығанша қойып қоямыз. Біздің қызанағымыз дайын болды. Осылай пышақтың көмегімен қабығын тазалап аламыз. Измельчительге салып, ұсақтап турап, қуырылған сарымсақ пен пиязды, тұзымызды салып, езіп аламыз. Міне біздің соусымыз дайын болды. Ал енді осыны кетчуп пен майонездің орнына пиццаға пайдалана берсеңіздер болады. Ас болсын.